Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Менде бәрі жақсы, іздеп жатқан кісілер көп екен, уайымдап, бәрі дұрыс. Ерзатпен де жақсы сөйлестік, сөйлесіп отырық негізі, әдемі бәрі. Сол бүгін кешке дейін ұйықтап, 5-ке дейін бір апталық ұйқының патологын қойып, сондай. Одан кейін жұмысқа бардым, жұмыста жүрдім, қалада жүрдім біраз. Қол тимеді, үйге келдім, жаңа шаршадым, қайттан шаршап қалдым уже. Сондай, барлықтарыңызға рахмет. Уайымдамаңыздар, бәрі дұрыс. Мама, бәрі нормально, бәрі дұрыс. Звондап тастапсыз ғой біраз. Солай, ауырмаңыздар, жылы киініп жүріңіздер. Жылы киінбегеннен кейін суық тиіп қалды негізі маған. Уже 2 күн, 3 күн болды, маза болмай жүр. Бәрі дұрыс. Біздер үйге келдік. Балаларға кір жайын десем, жайып болмайды ғой, білесіңдер, балалар тыңдап болмайды. Көмектесіп жатыр. Укол салды, иә? Иә. Қайырлы түн деп балам. Мысалы, мен кеше, мен жалпы негізі денсаулықтан ақшаны аямаймын. Ол қойды. Жана мысалы қызыма 35 000 теңгеге анализ тапсырдық. Полный Д3, общий анализ кровь, биохимия деген сияқты да. Соған тапсырдық. Яғни мен именно денсаулыққа келгенде өзімнен, балалардан аямаймын. Неге? Потому что энергияның барлығы денсаулықтан келеді. Денсаулығың жақсы болса, мысалы мен кірпікке, мысалы да, неше түрлі нелерге ақшамды құртқым келмейді. Тырнаққа, например, лучше естественно болып, әдем болып жүрген жақсы. Ал іштей сен, мысалы, денсаулығыңа қарап, иә, қазір міне мысалы бізде артық салмақтан арылуға марафон басталайын деп жатыр ғой. Сен, например, арықтап, марафонға түсіп күшті болсаң, энергияң қалай көп болады, например. Денсаулығың күшті болса, иммунитетің күшті болса, қалай сен кәдімгі энергия. Всем привет, достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз қалай өтті? Әйтеуір күніге бір сториске шығып қоямыз, осылай қалайсыздар деп жағдайларыңызды сұрап. Және бүгін суббота, балдар демалып жатыр. Бүгін Бегарс жарысқа барып келді, 1-ші орын алды. Кеше алған спорттық киімдерін ақтады десем де болады. Және Алматы қаласынан мен 2 затқа тапсырыс берген болатынмын. Енді көлем үлкен. Әрине қазір келесі стористі көрсететін боламын. Біреуі келді. Енді екіншісі ертең келетін болады. Әр үйге қажет зат деп ойлаймын өзім. Біріншісі өзіме қатты керек. Қазір келген зат. Ал екінші затым таңертеңгісін келеді бұйырса, сіздерге міндетті түрде көрсететін боламын.